Өгей шеше. Анам өмірден өткен соң, әкем екінші рет үйленді. Өгей шешенің аты Күміс. Күміс әкемнен жасы жағынан үлкен бе деп қалам. Ал бойы жағынан ыдырыстан биік, бет бітімі кесек, қалпиған қара әйел. Аты Күміс демесең, өзі де киген киімі де шойынға көбірек ұқсайды. Ластығы жағынан аумаған менің бір кезегі Бибіжамал жеңгем. Соның өзі болмағанымен көшірмесі. Күміс дені сауда адам емес еді. Оқта-текте талып жығылып қалады. Өзінен өзі күбірлеп сөйлеп, әруақ Құдайға сыйынып, солармен тілдесіп жүреді. Талма ауруды қазақ қояншық дейді. Күмістің қояншығы күрт ұстайды. Шай құйып, немесе от жарып отырады да, серейіп жығылып қалады. Тісін шықыр-шықыр еткізіп, аяқ қолының тамыры тартылып, кейде аузынан ақ көбігі ағып, көздері аларып, тырбаңдап жатады. Бұрын мұндайды көрмеген менде зәре қалмайды. Дереу сыртқа атып шығамын. Көрші кемпірлердің біреуін үйге ертіп келем. Тұрдыбегінің бұл кезде 3 жастан асқан. Күтімсіз болудың салдарынан ит аурумен ауырып, аяғы әлі шықпаған мешел. Түрегеп жүре алмайды. Құйрығымен қозғалады. Көбіне сыз еденге төселген құрым киіздің үстінде, мойны қылдай болып, көздері бақырайып, жарбиып отырғанды біледі. Өзі мешел болғанмен тілі сау, сөйлесе тақ-тақ етеді. Бірақ көп сөйлемейді. Өзінің мешел болып қалуына осы жүрген адамдардың бәрін кінәлайды. Қарғыс айтқан сәбидей қабағын түйіп алып, түксиіп үнсіз отырады. Бұл күнде ауылдың үлкен кішісінің бәрі оның Тұрдыбек дейтін атына мешел дейтін сөзді қабаттап қосып айтатын болған. Тұрдыбек мешел. Жуыну, киім ауыстыру дегенді Тұрдыбек шешесі өлгелі бері білген жоқ. Оның үстіндегі киім бе, болмаса жабағы тәрізді жабыстырып таңып қойған бірдеңе ме деп ойлап қаларсың. Аяқ қолы шидей, шашы өсіп құлақтарына көміп кеткен. Сәбидің сол кездегі кейіпі көзіме елестегенде, осы күні де менің жүрегім шошынудан қақ айырыла жаздайды. Күміс талып жығылып жатқан кезде Тұрдыбекте ес қалмайды. Бірақ ол мен құсап үйден қашып кете алмайды. Құйрығымен тез-тез сырғанап, үйдің алсырақ бұрышына қарай шегіне береді. Екі көзі есік жақта. Ұзын болып құлап серейіп жатқан Күмісте. Менің үйде болғанымды Тұрдыбек жақсы көреді. Екеуміз қалсақ, қабағы ашылып, сергіп бірдеңе сөйлей бастайды. Кәдімгідей балалық мінез ұстап, ойнамақ болады. Менің жаным Тұрдыбекке қатты ашиды. Күміс Тұрдыбекке қатал қарайды. Оңашада ұрып соғады екен. Оны маған Тұрдыбек өзі айтады. Қайтейін, араға түсуге шама бар ма? Інімнің ауыр халі ішіме у боп құйылады. Мен бұл кезде жұрттан жасырып өлеңдер жазатын едім. Көбі өзім басымдағы қайғы қасіретім. Әлі де болса өлдіге қиғым келмейтін аяулы анам, оны жоқтау. Тұрдыбектің басындағы ауыр халі, Күмістің оны ұратындығы. Қара бұлттай қалбиған мұнау Күміс. Соғады күнде Тұрдыбекті гүрс-гүрс. Деген екі шумақ өлеңім есіме түсіп кетті. Күз айы. Нарынқолда 5-ші класты оқып жүрмін. Осында Нұрғабыл дейтін бізбен туысқан кең пейілді тамаша адам бар.
мұғалім. Сатылған екеуміз соның үйінде жүреміз. Бір күні осы үйге сөмпиіп әкем келіп тұр. Жайша келдің бе? Тұрдыбекті больницаға алып келді бем. Оған не болды? Су екен деп Аптол ішіп қойыпты. Уақиға былай болған. Әкем әйел екеуі қырманда молотикада істейді. Ауылдан бір қауым жер. Сонда жатып, сонда тұрады. Тұрдыбекті де алып барған. Аяғы жоқ Мешел бейшара ұзақ күнге қырманның шетінде күнге борсып отырғанды ғана біледі. Өгей шеше оған қарамайды. Панасыз сәби бір күні әлгіде отырып, қатты шөлдейді. Ішуге су іздейді. Маңайында әртүрлі шелек бөшкелер тұрады екен. Соларға үңіліп қарай бастайды. Шелектің біреуінде молотиканың моторына құятын Автол тұрады. Сәби оның не зат екенін білмей, басын сұғып жібереді де қылқылдатып жұта бастайды. Байғұс үнім ауруханада 1:07 жатып шықты. Талайға дейін оның ішіне аз тоқтамайтын болды. Каналым ұнаса, лайк басып, тіркеле отырыңыздар. Жалғасы келесі бөлімде.